сабақта оқушыларға қалай талап қоя білу керек, қалай оқушыны жаңағы өз айтқаныңды істету керек, қалай оқушыны сабақ оқуға деген итермелеу керек. Соның да бірнеше әдіс тәсілін айтып кетейін. Ол біріншісі сабақта уақытты тиімді пайдалану. Яғни кейде біз жаңа бір тапсырма береміз да, мысалы мәтінді оқу дейміз да, соны оқытып қоямыз, пока каждый оқып нет бойынша олар өздерімен өздері отыра береді, әйтеуір біз оқы деп беріп қоямыз, сосын күтіп отырамыз, біттің ба деп. Меніңше ол дұрыс емес. Мәтінді оқуға бергенде де белгілі бір уақыт беру керек. 1 минут, 2 минут оқуға, одан кейін міндетті түрде сіздер талап қоюларыңыз керек. Мына мәтінді оқы, қазір менің жаныма келіп оқып бересің. Немесе осыны қазір мен оқытам. Сол үшін мұқият оқы. Немесе осы мәтіннің ішіндегі жаңа осындай сөздерін сұраймын. Балаға талап қою керек. Сол кезде бала жаңағы мұқият соны оқиды және жылдам оқиды, түсініп оқуға тырысады. Немесе мен қазір осы мәтінді оқыңдар, сосын барып мен барлық кітаптарымды жапқызып қоямын да осы мәтінді сұраймын деген сияқты. Ағылшын тілінен басқа да пәндер болатын болса. Солай өздеріңіздің талаптарыңызды қойсаңыздар, бала міндетті түрде қызығып оқитын болады. Сосын екінші әдіс тәсіл. Екінші жаңағы кез келген тапсырманы бергенде сіздер кері байланыс алатындарыңызды айтып отырыңыздар. Мысалы, сурет салу бердіңіздер ме? Мына суретті саласың, қазір келіп маған айтып бересің. Бұл не? Түсі қандай? Неше ішінде жануар бар? Немесе үй болса неше терезесі бар? Соны маған қазір айтып бересіңдер. Бітті. Олар тек қана сурет салып қоймайды. Сонымен қатар сол суретті әңгімелеуге дайындалады. Тек қана сурет салу тапсырмасын бермейміз. Сосын егер де эссе жазу немесе тағы басқа жазылым тапсырмасын берсеңіздер, сол жазылым тапсырмасын жазып отырып, әрбір сөздің әрпін жаттап алыңдар. Себебі мен қазір тақтаға шығарып сол сөзді жаздыртам деген сияқты. Әрбір тапсырманы жасатқанда біз артынан екінші тапсырманы дайындап, сол баланың жаңағы сол тапсырмаға ғана зейін қоюына көмектесуіміз керек. Әйтпесе ол бала жан-жағына қарап, бір-бірімен сөйлесіп, басқа жұмыс жасап кетеді, пока менен сұрағанша деп. Сосын мәтінді оқығанда да, мәтінді мен оқып тұрған кезде басқа балалар жаңағы зейінін басқа жаққа аудармау үшін мен айтамын, қазір мен оқимын, мұқият тыңдаймыз ағылшын тілінде. Сосын сол тыңдағандарыңды маған келіп оқып бересіңдер. Егер бір қате жіберсеңдер, мен осы мәтінді мысалы 100 рет оқытамын деген сияқты. Ол әрине енді бір жағынан балаларға қорқыту деп ойлап қаларсыздар, бірақ мен оны әрине олай істемеймін. Балалар бірақ та тырысады. Менің жаныма келіп, әрине оларда енді қателер болады, мен оларды 100 рет оқытып қоймаймын. Бірақ олар не істейді? Мен оқыған кезде ұйып тыңдап отырады. Прям мәтінмен бүйтіп, апай мына сөзді қалай оқыды екен, тыңдап алайын деп. Сол менің жаныма келген кезде әрине олар баға үшін, бал үшін тырысады қатесіз оқуға. Бір-екі қателер болады, мен оларға ештеңе демеймін. Зато балада есінде қалады әрбір сөзді оқыған. Мысалы 15 сөздік мәтін болса, ішінде 3 сөз болсын, баланың есінде қалады зато. Сондықтан балаға осылай талап қоя білу керек. Егер де мен айтқан ақпаратым сізге пайдалы болса, комментарий жазып лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.